Сәлем достар, сіздермен бірге Балбармақ арнасы. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында оңай жасалатын пицца әзірлейміз. Ол үшін бізге 1 пиала жылы су қажет, 2 шай қасық қант, 1 шай қасық ашытқымызды салып, араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық күнбағыс майын салып, тағы да араластырып аламыз. Бұл қамырдан бізде 2 пицца шығады. Осы дайын болған сұйықтығымызды 2,5 пиала електен өткізілген ұн қосамыз да, одан кейін бірінші қасықпен араластырып аламыз. Біріккеннен кейін қолмен илей бастаймыз. Иленген қамырдың бетін пленкамен немесе ас пленкасымен жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. Осы уақыттар арасында начинкасын дайындаймыз. Мен начинкасының барлығын 4 бұрышты етіп турағанды жақсы көремін. 20 минуттан кейін қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп, себебі біз 2 пицца жасаймыз. Үстел үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды оқтаумен жазамыз. Осы уақытта духовканы қыздырып қоюды ұмытпаймыз. Осылай дөңгелеп жазып алғаннан кейін маргарин жағылған немесе сұйық майды жұқа етіп жағқан ыдысымызға қамырымызды жаямыз. Мен маргарин салғанды жақсы көремін жаққанды. Себебі қамырымыз жылжып кетпейді. Осылай вилкамен немесе мен секілді тесіп шығамыз. Содан кейін кетчуп пен майонез қосылған соусты жағып, үстіне 4 бұрыштап туралған колбаса мен қызанағымызды салып, үккіштен өткізілген сырымызды салып, 200 градуста қызып тұрған духовкаға 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Рецептісін описанияға да жазып кетемін. Мінекей бізде оп-оңай дайындалатын дәмді пиццамыз әзір болды. Астарыңыз дәмді болсын.